Қалайсыздар? Ұятта болса айтайын, Бердібек Соқпақбаев атамыздың "Менің атым Қожа" повесін енді оқып жатырмын. Осы уақытқа дейін неге оқымадым екен деп жатырмын. Басын енді ғана бастадым, бір 3-4 бет, бірақ повес бірден тартып әкетеді. Балалық шаққа деген сағынышты оятады бірден. Ішінде жанарды сипаттаған жеріне келдім, сол жерін сіздерге оқып берейін. Күн ыстықта суда тартылып азайып қалады. Әншейінде көгілдірленіп, аспан түстес болып жататын. Айтпақшы, әлгінде осы арада қыздар шомылып жүреді ғой. Іштерінде Жанарда болған шығар. Жанар, атың қандай әдемі. Сендердің бұл қызбен танысып қоюларың керек. Осы повестің бас кейіпкерінің бірі болуға Жанар, біріншіден кластағы ең бір ақылды қыз, екіншіден сұлу. Әсіресе қызыл береткасын киіп жүргенде сондай құлпырып жайнап кетеді. Дауысы қандай шіркіннің, ән салғанда тыңдасаң. Басына үкілі тақия киіп, мың бұратылып қамажайға билегенін көрсең. Барып тұрған өнерлі қыз, кластағы бірінші үздік оқушы. Ал енді айтып көр оны, повестің басты кейіпкерінің бірі бола алмайды деп. Жанарды ойым алсам, менің ішім гүл жайнап кеткендей болады. Мейлі, біздің класс жетекшіміз Майқанова мені жамандай берсін, сотқар деп ұрса берсін. Мен өзімнің көкейтесті арманымды, жанымның түкпірінде маздап жанған құпиямды Жанарға бір жөні келгенде ақтарып айтып берсем, менің кім екенімді ол таныр еді. Бәсе, Қожа осындай екен ғой. Талант деген түбінде жарып шықпай қоймайды дер еді. Шіркін-ай, бұлай болса, адам әуелі үлкен болып жаралса, өмірдегі өзіне тиісті қызмет мамандығын атқарып болғаннан кейін барып балаға айналса, сонда маған Майқанова қалай қарар еді? Үлкен кезінде ол әйгілі жазушы болған. Оның есімі бүкіл дүние жүзіне мәлім. Олай болса, менің оған әкіреңдей бергенім жарамас. Жазушыны сыйлау керек деп тәубесіне келер еді. Бірақ амал қанша, өмірде бұлай болмайды, болмақ емес. Әуелі беделсіз, білімсіз бала болып жараласың. Сенің үлкейгенде қандай адам болатыныңда ешкімнің шаруасы жоқ. Екінің бірі саған ақыл айтып, үстемдік жүргізбекші болады. Ақ-қараңды айырып, жаныңның түкпірінде не бар, не жоғына үңілмейді. Қожа тәртіпсіз, Қожа оңбаған. Осылайша шу көтеріп даңғазалап алып кеп жөнеледі. Су жағасы жайдақ, құмдауыт. Тырс етіп, менен өзге бір баланың келмеуін көрдің бе? Жалғыздан жалғыз шомылуда көңілсіз. Судың шетіндегі дымқыл құмда біреудің жалаң аяқ ізі сайрап жатыр. Мүмкін осы Жанардың ізі шығар. Тани қоятын адамда еңкейіп үңіліп тұрып қараймын. Жанардың ізі. Ақырын ептеп қана аяғымды салып байқаймын. Із аздап кішілеу келеді. Бұл Жанардың ізі болуға тиіс. Бойымда тәтті бір сезім жайлады да, сол күйде қимылдамастан тұрып қалам.